Бір-екі күйеуден ажырап, соңында ешкімге керек болмай қалып, бұл менің тағдырым ғой деп өз-өзін алдап жүрген қыздар бар екен. Бұл ешқандай сенің тағдырың емес, бұл өзіңнің қалауың. Алла адамды жарататын кезде қай уақытта, қай жерде дүниеге келетініңді, қашан өлетініңді және кімге жолығатыныңды тағдырыңа жазып қойғанменен, өмірді қалай сүру керектігін адамның өзінің қалауына, таңдауына қалдырған екен. Және көп қыздарымыз тұрмысқа шығып алып, мен сендерге құл емеспін деп ренжіп өкпелеп жүр. Келін деген бұл құл болу деген емес. Келін бұл әрбір қыздың басына беріле бермейтін Алланың үлкен сынағы және үлкен сыйы. Өмірде кім көрінгеннен сөз естіп, кім көрінгеннен таяқ жеп, бұлай қор болып жүргенше өзімнің күйеуімнен таяқ жегенім абырой еді ғой деп некелі жарын, күйеуін армандап жүрген қаншама қыздарымыз бар. Ұлы аналарымыздың барлығы келін болған, бірақ олардың біреуі де мен құлмын, менің маңдайыма, тағдырыма жазылған осы екен деген сөзді айтпаған. Керісінше олар мен отбасының өзегімін деп, өздерінің некелі жар екендерін мақтан тұтып қуанып жүрген. Сондықтан қыздар, мен құлмын деп емес, мен гүлмін деп өмір сүруге дағдыламайықшы.